Неге мен? Осы сұрақты ауырып жүрген адамдар көп қояды. Неге мен? Неге мен ауырамын? Негізі бұл өте маңызды сұрақ. Сынақты адамға тек жібермейді. Әсіресе сізге. Денсаулықпен сынақты жібергені адам өзінің шынайы болмысын түсінсін деп жібереді. Жаратушы сізді қатты жақсы көретінін солай білдіреді. Себебі сіз осы сынақтан өтіп, шынайы болмысыңызды тауып, жарығыңызды жақсаңыз, сіз осы әлемге келген миссияңызды орындайсыз. Рухыңыздың деңгейі жоғары көтеріледі. Біз бәріміз сол жарықты тауып, өзіміздің кім екенімізді түсіну үшін келдік бұл әлемге. Сіздің шынайы болмысыңыз ол жарық, мейірім, махаббат. Адам өз жарығын көрген кезде басқа адамдардың да жарығын көреді. Сол кезде адамның бойындағы барлық негатив сезімдер кетіп, тыныштық пайда болады. Гармонияда өмір сүре бастайды. Ешкімге ренжімейді. Барлық жаман сезімдер кетеді, жаман ойлар кетеді. Бойында тек қана мейірім мен махаббат болады. Өмірінде барлығы реттеліп, жол ашылады.